Анда балаларға тез дайындап беретін осындай құймақтың бір түрін сіздерге ұсынамын. Бұл біздің бала кезімізден бері жеп келе жатқан, аузымызда дәмі қалған құймақтың бір түрі. Бұл блиниға ұқсамайды. Блини тоже құймақ деп аталады, бірақ бұл майға қуырылады. Ал рецебімен бөлісетін болам. Жақсылап қарап жасап көріңіздер. Ол үшін бізге керегі 3 жұмыртқа. Жақсылап отырып араластырамыз барлығын. 1 қасық тұз, жарты қасық сода, ас содасы және 1 стакан сүт. Көбірек жасағыларыңыз келсе, мөлшерін көбейтсеңіздер бола береді. Және шамамен 100-150 грамм ұн алдым. Өте қою болып кетпесін, нан сияқты болып қалады. Сондықтан мен сұйықтау қылып 100 граммдай алдым осы жерде. Жақсылап отырып араластырамыз. Арасында ұнның түйіршіктері қалып қалмау керек. Әрине, балаларға жасап жатқаннан кейін балалар да жағаласып бірге жасап көргісі келеді. Өстіп балаларымызбен бірге осындай дәмді тағамдарды бірге жасаймыз. Жақсылап араластырғаннан кейін қызып тұрған табамызға, кастрөлімізге қандай ыдыс бар, соған пісіретін боламыз. Сұйық болды. Ыдысқа құйып май құямыз. Май құйған жерде ол бірден піседі. Бірден үлкен көлемде жасасаңыздар да болады. Болмаса осындай кішкене бөліктерге бөліп жасасаңыздар да бола береді. Әркім өзінің қарауына қарай, сынауына қарай жасаса болады. Менде бірден дайын болды. Бұл майға қуырылатын болғаннан кейін, май бітіп қалса, қайтадан құйып отырасыздар. Бірақ дәмі өте керемет. Бала кезден жеп келе жатқаннан кейін, осы дәм маған өте ұнайды. Сосын балаларға да анда-санда пісіріп беруге рұқсат беремін өзіме. Осымен біздің құймағымыз дайын. Лезде дайын болатын. Құрамы өте оңай. Дайындап көрсеңіздер болады. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Осындай оңай рецепттермен болашақта бөлісіп отырамын. Және қоңырауды басып қойсаңыздар, сіздер менің шыққан жаңа видеоларымды көріп отырасыздар. Ас болсын, баршаңызға рахмет.